жазушылар атанды деген кезде біз балалар Абай жолы романын айтқан болатынбыз. Ендеше сабағымыздың келесі бөлігін осы Абай жолы романының жазылуынан бастап қай уақытта, қай кезеңде, ол үлкен эпопеяда не жазылғаны жөнінде кішкене ой толғау жасаймыз. Тұжырым жасаймыз балалар. Жазушы өзінің жолының алғашқы баспалдағы ретінде. Екінші деп жазамыз. Екінші. Абай трагедиясы. Абай трагедиясы. Бұның бәрі Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің үлкен шығарма, жалпы қазақ әдебиетіндегі алғашқы роман, эпопея, Абай жолын жазуға әкелген кезеңдер болды. Бұдан кейін жазушы Абай жолы неше кітаптан тұрады балалар? Абай жолы 4 кітаптан тұрады. Оның біріншісі 1942. Жарайды. 1942. Жаңағы 15 жыл дегенге біз сол 4 кітапты қазір біріне соң бірін айтып көрейік, білсек. Екінші кітап қай жылы? Төртінші кітабы 1956 жылы. 56 жылы. Енді жалпы қарапайым жаңағы түрде ойланып көрейік. Расымен 15 жылға жуық уақытын осы Абай жолын жазуға арнаған екен. Бірақ бұғанға дейін бұл шығармаға дейін кез келген шығарманы жазар алдында Мұхтар Әуезовтің өзінің творчестволық дейміз, шығармашылық ізденісінің бөлекше бір қыры, өзгеше бір қыры, ол оған келудің алдында бірнеше кезеңнен өткен екен. Біріншісі жаңағы Татьянаның қырдағы әнін жазса, екіншісі Абай трагедиясын жазуы. Яғни әңгіме түрінде, одан кейін драмалық шығарма үлгісінде көрсетіп бар Абайдың образын, одан кейін барып не істейді? Жаңағы Абай жолын жазуға кіріседі екен. Енді Абай жолының әлемдік туынды екеніне көз жеткізген қаншама ақын жазушылар бар, қаншама жаңағы сыншылар бар, әдебиет зерттеушілері бар. Себебі Абай жолы қанша тілге аударылған балалар? Білеміз бе? Қанша тілге аударылған? 120 шақты тілге аударылған дейді. Бір жерде 116, 115 дегендер бар. Сонда 120 тілге аударылған Абай жолына қатысты пікірлердің ең үлкені ретінде соңғы, жаңағы бұғанға дейінгілердің жаңағы ой пікірді қорытындылай отырып, Назарбаевтың мына сөзін екінші жаңағы сабағымыздың жартысына эпиграф ретінде алуға болады. Әуезов біздің бүгінгі адамзатқа ортақ, жазып аламыз балалар, бүгінгі адамзатқа ортақ. Француз жазушы Луи Арагон Абай жолы 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деп атаған. Неге бұлай тұрамыз? Ең үздік шығарманың бірі деп атаған. Орыс жазушысы Константин Федин осы Абай жолын оқып атқанда өзің қалай қазақ болып кеткенін білмей қалды. Неге де ойлайсың? Өйткені ол қазақтың барлық болмысын, тыныс тіршілігін сезінді. Тағы Камерон жазушысы Бенджамин Матип Абай жолын оқып қазақ неткен ғажайып халық деген екен. Тамсаныс білдірген, яғни ол да сол тілде аударылғандықтан ұнады. Не айтайын? Осы Мұхтар Әуезов осы Абай жолын жазу үшін арнайы экспедицияға барады. Абайдың ауылына. Жанына тағы қосымша экспедиция. Материал жинаған оған тоқталамыз. Орыс жазушы Фадеев қазақ әдебиеті Абай жолы романы арқылы жер-жүзілік мәні бар әдебиетке айналды деп жазады. Жақсы. Және де 12 қандай сыйлыққа ие болғанын айтты. Тағы бар ма? Балалар? Тағы. Ал, Қайран. Осы Қазақстанның геологы Қаныш Сәтпаев ол қазақ халқы. Сәтпаевтың сөзін шығара қойшы. Абай жолы романы ол қазақ халқының жарты ғасырлық энциклопедиясы деп атаған екен. Жақсы. Біздің өзіміздің жаңағы саламыз бойынша Сәтпаевтың сөзін келтіріп жатыр. Әуезовтың Абай жолы романы қазақ халқының жарты ғасырлық энциклопедиясы. Неге энциклопедия? Қалай ойлайсың? Осы Абайдың өмір сүрген 13 жасынан бастап, оның қайтқан кезіне дейінгі 50 жыл аралықта Мұхтар Әуезов сол Абай жолы романында суреттеген. Онда тек қана Абайдың өмірі емес, бүкіл халықтың тағдыры, сол кездегі халықтың өмірлері барлығын көрсетеді. Жарайды, жақсы. Енді балалар, Мұхтар Әуезовтің өз дауысын тыңдап көрейікші. Абайды қай кезде тыңдаған екен, Абай жолына қалай барған екен? Bir күні қағазға жазылған өлең көрдім.
Ülkender әндетіп, бала тауды өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Кітабында 13 жасар Абайды суреттесе, Абайдың ауылына қайтқанын оқудан. Ең соңында Абайдың дүниеден өткені, яғни 50 жылдық арасында да өмірді Абайдың бейнесі мен Құнанбайдың бейнесін басты кейіпкерлер ретінде алып, бірақ та бүкіл қазақтың болмысын, тұрмыс тіршілігін, оның салт дәстүрін, ол елдегі болып жатқан әлеуметтік теңсіздікті де, қарама-қайшылықты да, ру басыларының арасындағы тартысты, барымтаны, әйел теңсіздігін, жесір дауы, жер дауы деген сондай ол ғана емес, мәдени тұрғыда мысалы ақындардың ауылға келуі, ана жоқтауды қалай айту керек, өлген адамды қалай шығарып салу керек, біздің бүкіл қазақ халқына қатысты жағдайлардың бәрін көрсеткен екен. Сондықтан да бұл біздің жарты ғасырлық энциклопедиямыз болып саналады екен. Енді басты кейіпкер Абай мен Құнанбай екеніне ешкімнің дауы жоқ. Біздің ұлдар ыстықтап кетпей тұрған кезде қазір Абай мен Құнанбайдың пікірталасуынан кішкене үзінді көрейік. Орайы келгенде айтарым деп жүр едім. Сенің бойыңнан үш түрлімін көрдім. Соны тыңда. Айтыңыз әке. Ең әуелі арзан мен қымбаттың farkын айырмайсың. Өзіңдегі барыңды арзанға бағалайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, ойын сауыққа асылыңды шашасың. Жайдақтайсың. Жайдақ суды итте, құста жалайды. Екінші, доспен қатты сараптамайсың. Досқа досса, қасқа қашса сырың жоқ. Ел бастайтын адам бұндай болмайды. Басына ел үйірмейді. Үшінші, орысшылсың. Сонда қарай ден қойып барасың. Дін, мұсылман жатсан айтынын ескермейсің. Осы үш айтқаныңыздың үшеуіне де дау айтам әке. Өзімдікі дұрыс деп айтам. Ең әуелі жайдақ суға теңгеріңіз. Қолында құралы бар. Жалғыз сарымға ғана пайдасы тиетін шыңыраудағы су болғанша, құралды құралсыз, кәрі жасқа түгел пайдасы тиетін жайдақ су болғанды артық санаймын. Екінші, орысты айттыңыз. Елім үшін де, өзім үшін де дүниенің ең асылы өнер. Сол өнер орыста. Мен барлық әлемнен алмаған асылды осы орысқа байланысты айтылады. Енді тағы да мына жерден мысал келтіргім келеді. Қарауыл, Орда дегенде түгел Шыңғыс бауырындағы жердер. Бұған байланысты былай дейді. Тау аты Шыңғыс. Бұны атам заманнан Шыңғысхан мекен еткен. Биігінің аты Хан. Ол тіпті өз қыстауының желкесінде тұр. Сонау Көктау Орда, Шыңғыстың ордасын тіккен жері. Мінекей аудан тұрған тау аты Қарауыл. Қолбасы батырлары, нояндарының жортуылға шығатын биігі. Жас болама, осындай деп баласына сұрақ қояды. Осындай жер жас болама, біздің жеріміздің өз тарихы, өз жаңағы орны бар. Дейді. Ендеше кейіпкердің саны көп емес балалар. Оны да жазып қоямыз. Кейіпкерлер Медет, Базар, бұл әкесі мен баласы басты кейіпкерлер. Сосын отряд адамдары. Бұл балалар 17-20 жылдардағы отряд емес, бұл таза геологиялық жаңа партиямен жұмыс жасайтын отряд адамдары. Олар жаңағы кен байлық табылғаннан кейін алтын мен не тапты дедік жаңа. Көмір табылғаннан кейін кәдімгідей сол жерге келіп қазба жұмыстарын жүргізеді. Соған байланысты. Енді тапсырма балалар сендерге тапсырма. Егер оқымағанымыз болса, осы әңгімені толық оқып, келесі сабақта жаңағы кейіпкерлерге жекеше талдаулар жасаймыз. Бұл үлкен шығарма емес әңгіме, бірақ та біздің жаңағы мамандарымызбен қатысы болғандықтан, бізге кәсіби бағдар беретін шығарма болғандықтан, мен бүгінгі сабақтың жаңағы ерекше бір бөлігі ретінде сендерді осы Шыңғыстау әңгімесімен таныстырғым келді. Жақсы. Енді ойымызды жинақтайық балалар, ойымызды жинақтайық. Бүгінгі сабақ арқылы Мұхтар туралы білмейтін қандай нәрселерді білдік? Кім айтады екен? Мұхтар туралы бұрын білмейтін нені білдік?
экспозицияга барган. Мысалы сен білген жоқсың, иә? Ал, одан кейін біз көңіл кесек туындыларын ғана білдік, иә? Сондықтан біз бүгін мәлімет алалық па? Мұхтар жөнінде толық мәлімет. Ал, Шығармаларын үйренүү. иә, кейбір шығармалармен, ал пайым Шығыста немесе біздің салаға қатысы бар еді. бар екенін. Ал, Еңлік кебек. тағы не білдік, балалар? Шыңғыстар туралы айым жақсы. Иә? Ендеше мен қазір сендерге шығармашылық жұмыс беремін. Бүкіл ойымызды қорытып, мынандай өлең ұйқастарын ұсынамын сендерге. Так, қараймыз балалар. Бірінші өлең ұйқасы. Бірінші жол дара, екінші жол дана, үшінші жол ұйқаспай, төртінші жол ғана. Бұл қандай өлең ұйқасы? Қара өлең. Қазақтың қара өлең ұйқасы. Екінші не деп қоймаш? Бірінші жол мақтаны, екінші жол аты. Сендерге беріп отырған ұйқастарын. Мүмкін бұл ұйқастарды ауыстыруға болады. Қазіргі бүгінгі сабақтан алған ой пікірлерімізді, бүкіл ақпаратымызды жүйелеп, Мұхтар Омарханұлы Әуезовке өлең шығарып көрейік балалар. Шығармашылық жұмыс. Бәрінен көрейік. Бұл ұйқастарды сендер жазып отырған кезде, мен сендердің аттарыңнан, өзімнің атымнан Мұхтар Омарханұлының рухымен сырласқым келеді. Соны тыңдай отырып, шабыттарының ашылуына тілектеспін болады. Мұхтар рухымен сырласу. Армысыз, кең тынысты, кесек туындыларымен қазақтай елін, алты алашын әлемге танытқан Мұхтар аға. Биылғы оқу жылын барлық оқу орындары сіздің 120 жылдық мерейтойыңызбен бастады. 271 тобы мамандығы бойынша болашақ гидрогеологтар. Олардың бірі табиғаты тамаша Зайсан мен Күршімнен, бірі шырайлы Шымкенттен, енді бірі мұнайымен мақтанар Ақтау, Атырау өлкесінен, сыр ел атанған Қызылорда мен Шиеліден, сондай-ақ Ақтөбе мен Қандағаштан, Қарағанды мен Серебрянскіден. Сан шақырымды артқа тастап, сіздердей алыптар шыққан ұлылар мекеніне білім алуға келген менің студенттерімнің армандары асқақ, мақсаттары биік. Мен олардың арасынан өнер мен өлеңге, қара сөз бен әдебиетке ынтық жандарды байқадым. 22 қыркүйекте тіл бірлігі, ел бірлігі тақырыбымен облыстық фестиваль өтіп, онда осы топтың студенті Айдынбек Шыңғысқан мәнерлеп оқудан тамаша өнер көрсетті. 29 қыркүйекте Абайдың Жидебай Бөрлі мемлекеттік мұражайының ұйымдастыруымен Мұхтар мұрасы халық қазынасы атты аймақтық байқау болды. Байқауда тағы да осы топ студенті Тоқаева Ақерке сіздің шығармаларыңыздан үзінді оқып, марапатқа ие болды. Тағы бір айтарым, сіздің Шыңғыстау деп аталатын әңгімеңізді топ студенттері бірі қалмай оқып шықты. Бұл әңгімеңіз олардың жанына жалау, арман еткен геология ғылымына жетелейтін алғашқы қадам болғаны сөзсіз. Себебі Шыңғыстау әңгімесі бірінші курстың алғашқы айларында олардың мамандығына бағыт берді. Күллі әлем Мұхтар аға, біз сізді танысақ, сізді бүкіл әлем таниды. Сіз арқылы қазақ елі әлемге мәшһүр болды. Әлем таныған, әлем мойындаған Әуезовтің Шыңғыстаудай даладан, Семейдей қаладан шыққаны да күллі қазақ үшін үлкен мәртебе. Ендеше сіздің рухыңызға 1000 мәрте тағзым. Ал, өлең шығарғандарымыз. Айта қойшы. Қазақта ойшылдарға Мұхтар ғана, өйткені Мұхтар ойшыл Мұхтар ғана. Қазақта жақсылыққа итереген ойшылдардың осы Мұхтар ғана. Қазақтың жазушысы Мұхтар ғана, Абайды зерттеген Мұхтар дара, күллі әлемге танытқан қазақ ел алаштың ойшылы Мұхтар ғана. Өте күн боп нұр таратқан қазаққа, Мұхтар атам жазушыға ғажапқа, ел үшін, жер үшін бәрін төзді, көрді бәрін жан шыдамас азапта. Бұндай дара қазақтардың мақтаны, сақталады тарихтан оның аттары. Мұхтар біздің қайталанбас еріміз, арайлап атқан еліміздің ақтаны. Мұхтар аға даналардың данасы,
әдебиеттің қол жетпейтін бағасы. Абайды айтып, абай жолын шығарған ойы ұшқыр, жүйрік оның санасы. Жақсы. Шығысым ол шырайлы, ата бабам мекені, даналардың тұсауы кесілген жер деседі. Әуезовтай атам бар, қалдырған ол мұрасын, тарихта ізін қалдырған, жастардың үмітін жандырған. Мұхтарым зерек болып дара туған, жас дайынан талпынып білім болған, ұлы ақын Абайдың өлеңдері жазушы болуына себеп болған, Мұхтардың көркемдігі Абай жолы, басынан алтын болған жазған қолы, білдірген бүкіл әлем ризалық, қазақтың тарихы ол маржан толы. Жақсы, қаншама балалар жаңағы шығармашылықпен жұмыс жазғаны байқалып тұр, е? Көркемдік жағына мен айттым, мен жауап бермеймін, бірақ та жаңағы бағыт бағдар бере аламын, е? Келесі сабақта өлеңдеріңізді жеке әкеліп көрсетулеріңе болады. Так, енді сабағымызды қорытындылап үйге тапсырмалайық, сосын бағалаймыз.